Күн яхшы болсын аяулы ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде сөйлеуімізді бастаймыз. Бүгін бізде 28-ші қорал сәлі күн. Бүгін мен сізге атақлы оқытушы хақында, оқытушы болып туу керек деген мақаламды оқып естірмеге сүйемін. Оқытушы қайдай терең мәнәлі сосы сөз. Әрбір әдемнің яшауында ол өмір бойға сақланып қалады. Әрбір балаға үйкөн яшауға шықпаға көмек етеді. Сыйлап, сүйіп, бағалап, едаплықтығын негізін салып келген әдем ол. Оқытушы болып туу керек деген ойға келесің. Сосы кеспіді, яшау мұрады етіп алып барған инсанды. Неше еллардан бері Лиза Махмудовна оқытушы үйкөн әріптен деген сөзлерді тек Күнбатар ауыл яшаушыларының аузынан туыл, басқа ерлерде яшайтаған ноғайлардан естіп келемін. Көптен ойым бар еді, онымен бір олтырып, іс жолы ақында хабарламаға. Ені сол вақытта етті. Менің көңілімде ол қайдейді бір басқаларға ұсамаған, ярық келпеттілі, ақыллы, сезгір, юмарт әдем болып сақланды. РФСР-дің ат қазанған оқытушысы, халық иінінің білім ілімі министерстводың маданият министрінің атынан сый қағытларға тиесілі болған айтылған мұғалімнің яшау ел ақында тыңламаға боласыз. 1960 ел Еркін халық ауыл орта мектебін құтарып, 17 жасындағы қызалақ Лиза Қарашай Шеркеш өкімет педагогикалық институтының адабиятлық бөлігіне оқымаға түседі. Онда сол заман Анварбек Култаевта оқитаған болады. Сол елларда Лиза бірінші кере Дағыстан ноғайлары ақында естеді. Соң Ноғай районынан көп яслар келіп, заочный бөлікке түсіп оқып баслайдылар. Өздері құллық етеділер. Лиза Желкашиевады сол студентлердің оқуға күшлі ұмтылысы, бір-бірісімен тыпақлығы, қоларынан кітаплерді түсірмей оқығанлары сұқландырады. Мен тамаша ететаған едім. Олар қайда жүрседі, қоларынан кітапты түсірмей таған еділер. Общежитиеде, паркта, столоваяда. Сол елларда екі регионда яшайтаған ноғайлар арасындағы байланыс беркіп баслады. Яслар бек зегенлі еділер. Есімде ярық келпетлері мен сақланып қалғанлар. Джалалдин Шохмұрзаев, Қанби Кокозов, Зияудин Имашухан Шандиевлар сондай басқалар. Олардың айтқан сөздері, құлықлары ақында сүйіп хабарлауы, жырлаған ерлары тек түрегін болған де болып есімнен кетпей тұрадылар, деп ескереді Лиза Махмудовна. Заучный бөлікті оқитаған ноғай студентлер сол елларда заманның тарлығына да қарамай үйкөн концерт ұйғынлағанлар. Лиза Желкашиеваның жүрегіне сіңіп қалады. Олардың түрлі саз алатларда ойнағанлары, хорман жырлағанлары, домбырада ойнағанлары, қобызда ойнағанлары. Институтта 5 жыл оқып, сондай концерт ол көрген жоқ еді. Сол заманда мен кішкенекей жүрегіммен аңладым. Қайдай шалыс қырлы, тебентелі, өнерлі халық яшайды Қоңғысы республикада, деп ескереді сыйлы яс үйкөніміз. Бөтенде Лиза Махмудовна Күнбатар ауыл заучный бөліктің оқитаған студентлері мен тар байланыс тұтады. Сраждин М. Фатима Маликовлар, Салимет Маликова, Қырымхан М. Күнбике Шакаевлар, Шарбике Камаловна Исламова, Межитов Арслан. Олардың әрбірсінің ақында Лиза Махмудовна үйкөн сүйіммен ескереді. 1965 ел 5 жыл оқып, институты жоғары белгілермен құтарған соң, Лиза Желкашиевады Еркін халыққа іслемеге ебереділер. Ама Дағыстаннан телеграммалар тоқтамадылар. Келіңіз, мұнда құллық көп. Лиза елдасы Залимхан Имзеевамен бірге Ноғай шөлге жолланадылар. Ісі сары тамбыз айы, елді да әру білмейділер. Барай атып маздықта қонып тағалдылар. Автобус жоқлықтан қиналып, қарсы келген көліклерге мініп, Орта төбе ауылға Шандиевларға жетеділер. Оннан
Кумбатар ауылға жол елтеді. 25 ел, 4 ай, 11 күн сөйтіп іс кітабында yazылған еді. Көзді жұмып ашқанша тез болып кетті Лиза Жылқашиеваға. Сондайда қызықлы, ярық, естеліклі еділер олар оқытушыға. Ең нәсіплі шағым Кумбатарда озған елларым деп санаймын бүгінде, дейді ол өзеленіп. Яшау айқасларында не де болды, не де оғайды. Қуаныш та, қайғы да, ама ауыл яшаушыларының Лиза Махмудовнаға сыйлап қарауы, қоршалауы, бәрі қиынлықларды да еңмеге себеп болдылар. Босына шықпадылар. 10 ел артта Лизаның үйрек бауынан сосы сыдыралар. Яслығымның тәттілі шағын Кумбатарда яшадым. Қуанышын ем қайғысын халқымынан озғардым. Тең достарман мен сезбедім ұзақлығын төркіннің. Қайнап яшау еслемедім заман судай өткенін. Аңламадым мен оларман еллар қалай кеткенін. Қара қыслар шашларыма аппақ қырау сепкенін. Шайқағанда ауыр еллер алалықты аңладым. Қиынлықты сездірмеген Кумбатарым ауылым. Көзлерінен аңлап білген мектепте сәбилерім. Ялғызлықты білдірмеген ауылдасым теңлерім. Түз ниетлі қимасларым шатлықты қарсы алған. Байрамлар да, тойларым да сізімен бірге болған. Келіп менім азбарыма шолпа түсіп үргенсіз. Нәсіп тілеп сол азбарға түздәмімді бөлгенсіз. Кумбатарды еш ұмытпайман, көремін түслерімде. Яқшылықты көп yorайман, болсын нәсіп әр үйде. 1965 елларда тек Кумбатарда свет жоқ еді. Автобус жүрмей таан еді. Азық түлік түкенде өтпекті сатылмай таан еді. Мектептің янында оқытушыларға деп салынған үйде Лизаман Қорасқан Самединова Қарағас ауылдан яшап башладылар. Қызлар кешесі күндізімен мектеп яшауыман озғардылар яшауларын. Оқудан соң кішкей балалар яс оқытушыларға келіп, олардан айрығылар келмей тұратан еділер. Дәріслер біткені жоқ, олар сүйіклі оқытушыларының дорбаларын, тептерлерін үйлеріне еткірме көмек етіп үйретан еділер. Соң ертең кім сол дорбаларды мектепке елтейік, сол затты олар шеретлеп ететан еділер. Бұл ескеруді Лиза Махмудовнаның аузынан естігенде өз бала шағында есіме түседі. Біз де сөйтіп оқытушылар дорбаларын алдына шауып шығып алатан едік. Ол бізге бір үлкен күйез ем қуаныш еді. Неге десе, оқытушының сыйы айлақ күшлі еді сол әлемет егізамаларда. Қайтып сүймесін оқытушы сондай балаларды. Лиза Махмудовна да таң атқанша кірпік қақпай, сол балалардың тептерлерін тергеп, яңы қызықлы дәріслерге планлар yazып, әрбір дәрісін яшаудың бір әжейіплі, естеліклі вақыты етпеге сүйіп істейтаған еді. Бір кере яс оқытушы 6 класс оқушыларыман шөл табиатына экскурсия барды. Лиза Махмудовна деніне дем беретаған ақыр түрлі өсімдіктер ақында білді. Олардың атларын балалар ауызларынан естті. Өлеңдер ішіндегі қайнаған яшауды көздерімен көріп, сұқланып қайтты. 1966 ел октябрь байрамы еуқлайды. Әр класс әдетінше байрамға әзірленмeye керек. Лиза Махмудовна оқушыларына яттан үйренмеге яттаулар пайлады. Бір күн дәрісте балаларға көшірмеге көнігу беріп, өзі келе атқан байрамға әзірлік ақында ойланып, бір әрузат болса екен деп өзеленіп, балалар көнігу yazғанша Кумбатар деген ятлауын yazады. Соң ол ятлауды Қарашай халық аңна салып, келістіріп ерлама болаян біледі. Аңлайды. Аң еңіл ятлау сөздері келседі. 1-2 күн жырды балалар мандерлап та үйренділер. Әне сол йыр 53 жылдан бері заңғырап келеді. Сол алыс 1966 елда Лиза Махмудовнадан есіне де келмейін еді. Сол йыр онлаған жылдар Кумбатаршылардың сүйіклі йыры болып қалар деп. Яшау сондай әлемет. Ауылда свет жоқ болса да, мектепке 1-2 сәтке моторман берілетан еді.
Юма сайын бәрісі де мектепке келіп, Виктор Татарскийдің «Герман жолығыс» деп аталған радио берулерін, тынысларын тегірін алып тыңлайтан еділер. Көп ерлардың кім yazғанын, қашан yazылғанын, кімге бағысланғанын, кім ерлайтағанын біліп, тыңлап, yazып та алатан еділер. Көбісінше ол ерлар соғыс, сүйім ақында, үйректі іріті таған ерлар. Бүгінлерде землянка деген ерға естелікті салынған. Виктор Татарский 50 елдан артық құллық едеді. Оға бұл ел 80 яс толады. Ол миллионлаған радио тыңлаушылардың бақтысын кепілеген әдем. Ясы көйлеріміз оның ерларын әліге дейін сүйіп ерлайдылар. Бүгінлерде Лиза Махмудовна өз оқушыларымен өктімсейді. Олар түрлі тармақларда құллық едеділер. Айел түзіп, балалы шағалы болып, мұратларына етіп, атларын тек иге ақтан айттырып тұрадылар. Сондай нәсіплі елда оқушыларын көріп, ауылының өскенін, өрленгенін көріп, оқытушы өзін ең бақтылы әдем деп санайды. Яшау елі орыс тілі ем адабиятпан байлы болсам да, туған тілін адабиятын сүйіп, тіл шеберлігін өстірмeye шалысып, көп ноғай кітаплер оқымаға, яраған әлемет сыдыраларды тептерге көшірмеге сүйеді. Неге десе естілген зат мұтылма болады, амма yazылған зат дайымда көз алдында деп санайды терен ойлы, ақылбалық ясы көніміз. Мектепте істегенде ол оқушыларыманда сөздік іске икон мәне бере таң болған. 1990 елларда Лиза Махмудовна Қараша Черкеш еріне қайтып келгенде София Хамид қызы Жанибекова Калмыкова белгілі ноғай әлімі. Бәрі ноғай учебниклардың авторы. Оны өз қасына іслемеге шақырған еді. Ноғайша орысша сөзлік түзу үстінде сондай әлім мәнсілеу икон пайда әкелді. Бүгінлерде қолымызға яңы шыққан сөзлікті алып тұрмыз. Онда Лиза Махмудовнаның да үлісі бар. Соңғы елларда дүнияға енген оқу кітаплардың редакторы Лиза Махмудовна. Өзі де туған тіл 3-ші класс, 5-ші класс ноғай тілі кітаплерді түзуде белсен қатынасқан. Сол кітаплерге методикалық қолламалар yazып, баспадан шығарған. Солармен әлігі оқытушылар пайдаланып тұрадылар. Әлді алдыға салған мұратлары бар Лиза Махмудовнаның. Ол Құмбатар ауыл яшаушылары ақында кітап язбаға ойлайды. Бұл ноғайымыздың сыйлы ясүйкөні яшауын білім тармағына бағыслаған Агаспаров Елмамбет Асанәлі ұлынан Лиза Челкашиева бандероль алды. Оның ішінде автордың кітабы ол yazған хат бар еді. Хаттағы сыдыралар бұлай еділер. Яңарда бір қағыттар ізлей атырып, қолыма бір протоколлар түстілер. Ол пленумның протоколлары болыпты. Бірінші протоколда сенің пленумда сөйлеген сөздерін көзіме ілінді. Онда бек ақылы, қайғылы сөздер yazылғандар. Мені ой басып қалды. Не зат ізлегенімді мұтыппан. Әші не дейім? Сенің сөйлегеніңді көшіріп алып ебере атырман. Ол да сенің есіңе елі болып демес бекен деп едім. Кітабыңды, букварыңды алдым. Бек разыман. Сау бол. Мұтпай ақпан. Сау бол деп тағы да біргері айтаман. Хаттың соңғы бетінде болса бұлай yazылған. Ноғай район оқытушыларының ярқыраған йылдызларының бірісі едің сен. Сен дейлер естен таймайдылар. Лиза Махмудовна. От пандялындай болып іслеген елларымызды еске алып, Елмамбет Агаспаров. Сол туылма, сый, абырай, нәсіп. Лиза Махмудовнаға мұндай ашық, разылықлы сөздер дем болып тиеділер. Олар бұл күнлерге дейін ян-яқтан келіп тұрадылар. Елмамбет Агаспаров, Харитон Лукманов, Бадия Жегілдиев біздің маслағатшыларымыз еділер. Түзниетлі, білімлі, үйреклері таза, іслеріне алал, халқы үшін жанын, күшін аямай жүрген исан еділер. Олар дайымда ясларға көрімеділер. Егер бүгінлерде сондай әдемлеріміз бар болса, ноғайларымыз нәсіплі. Олар оның келектегісі ярық деп сенемін, дейді Лиза Челкашиева. Оның көкірегін тесіп, ауылына, ноғайына ісі сыдыралар толқынасып шығадылар. Сенемін ауылымда жұма сайын той болса, яс әйелге нәсіп келіп, қуантып сәби туса, сүйінемін ата-ана тымшылықта яшаса, әулет үшін ұялмайын міллетіне қараса, сүйінемін еслі әдем қайғы көрмей қартайса,
балалары жиенлері едаплықты ұмытпаса. Сүйінемен кеші көкке алтын мықлар қағылса, ертеңлікте төгіректе елмайып күнім туса. Сүйінемен боран есіп, қыста yüзді қызартса, сүйінемен язлық келіп, шешекей яйнап атса. Қайды үйкін сүйін болма керек, әдемнің жүрегінде сосындай сыдыралар язар ұшын. Язлықта Күнбатар ауылында заңғарап озған сабантойда Лиза Махмудынан оқушылары оны құрсалап алдылар. Ауыл яшаушылары көтеріп алып көп сүйділер. Ауыл атынан сауға берілді. Қайды үйкін Абырайыл. 25-ші құралда Лиза Челкашеваның туған күніне ұнықлары, иенлері, екі қызы, уылы, қайды юмсақ, тәтлі құтлаулар yazdılar. Оларды оқып, нәсіплі көз ясларыман ол yüzін жуа еді. Оқушылар да құтлау сөздер жіберділер. Күтпестен қонақлар келіп, үйіні сыпыра тізділер. Аяулы біздің абамыз, насихатшымыз деген сөздер жүрегін еліттілер. Мен ойлаймын, ол оқытушы болып туған деп. Ем құшағымды кең яйып, ақ жүрегімнен сау болыңыз, ноғайымда барлығыңызға деп айтпаға сүйемін. Аяулы радио тыңдаушылар, сау болыңыз, тыңлағымызға біздің ұлы оқытушы ақында.